Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Құрметті тыңдарман қауым, бүгінгі жұма бағызымыздың тақырыбы бала тәрбиесі жайлы болмақ. Яғни, бала тәрбиесінің ең алғашқы мектебі бұл әрине отбасы. Яғни, ата-ананың баласына беретін тәрбиесі болмақ. Ата-ананың баласының алдында міндеті баласына дұрыс, мағынасы дұрыс, жақсы есім қою, және де жақсы тәрбие беру болып саналады. Бұл ата-ананың басты міндеті, басты парыздың бірі болып саналады. Дінімізде бала дүниеге келген уақытта азан шақырып, мағыналы жақсы есім қою керек. Егерде бір қойылып қалған бір жаман есімдер болатын болса, мағынасы дұрыс емес, дөрекі, сондай бір балағат есімдер болатын болса, дінімізде бұның есімін жақсы мағыналы есімдермен ауыстыруға рұқсат еткен. Қазақта жақсы сөз бар, ұядан нені көрсе, ұшқанда соны ілер дейді. Біздің баламыз ата-анасына қарап өседі. Яғни балалар ересектерге қарап еліктеп өседі. Балалар әкесі сияқты болғысы келеді, анасы сияқты болғысы келеді. Ата-анасының әрбір іс-әрекеті балалардың көз алдына өткендіктен ата-анасына да байланысты болады. Табиғиндер заманда бір өмір сүрген бір ғалым, ғұлама былай дейді: сенің жасаған әрбір ісін балан үшін жақсы дейді. Ал сенің жасамаған әрбір ісін бұл балан үшін жаман дейді. Мысалы, біз үйде не нәрсені жақсы дейміз, бала соны жақсы деп қабылдайды. Ал біз не нәрсені жаман дейміз, бала соны жаман деп қабылдайды. Мысалы айтатын болсақ, бір ағаш сапынбас өсіп келе жатыр, бір ағаш өсіп келе жатыр. Бұл ағашты сіз қарамайтын болсаңыз, ол қисық өсетін болса, қисық өскеннен кейін бұл әбден тамырын жайғаннан кейін сіз оны түзетемін деген күн өзіне түзете алмайсыз. Түзеткен күн өзіне сіз сындыруыңыз мүмкін. Сондықтан да баланы жастан бастауымыз керек. Бір ағаш өсіп келе жататын болса, ол былай қисық өсетін болса, былай түзесеңіз, былай қисық болса, былай түзеп отырсаңыз, сонда ғана ағаш түзеп өскен сияқты баланың тәрбиесі солай түзеп болады. Мысалы, алдыңғы арбаның дөңгелегі қалай бұрылатын болса, соңғы дөңгелегі де солай бұрылады. Сондықтан бұл жерде басты рөлді атқаратын әрине ата-ананың тәрбиесі болып саналады. Мысалы, бізге бала кезде үйретті. Бұл шапан мысалы алатын болсақ, бұл ақ деп үйретті. Ақ деп. Егер бәлкім бұны бізге бала кезде бұны қара деп үйрететін болса, бәлкім біз қара деп кетуші едік. Сол сияқты бізге ақ деп басымызға, миымызға бұл ақ түстеп сіңірді ме, біздің көзімізге қазір ол ақ болып көрінеді. Бізге бір қызыл, жасыл, көк десе де, бұл бізге ақ болып көрініп қалады. Сол сияқты бұл жерде баланды мінекей жастан, яғни кішкентай кезден үйрететін болса, қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін. Мысалы, айтып қарайтын болсақ, бір бала садиктен мысалы бір кішкентай бір ойыншық ұрлап әкелді дейік. Егер жай ғана бұл ойыншық екен ғой деп мән бермей қарамайтын болсаңыз, бала бұны жақсы екен, олай істеуге болады екен деп қалыптасуы мүмкін. Егер де сіз сол кезден бастап, жастайынан бастап тәрбиелейтін болсаңыз, бір нәрсе ұрлап әкелетін болса, бір кішкентай ойыншық болсын ұрлап әкелетін болса, сіз оны қайтадан апартып үйрететін болсаңыз, бала сонда ғана қалыптасады. Мысалы, кейбір жерде болады, ата-аналары бір туыстар келеді, балалардың көзінше күлімсіреп, күліп қарсы алады. Кеткеннен кейін мысалы, бұл оңбаған еді ғой деп артына бір жамандауы, бұл баланың былай айтқан кезде бойына сіңе бастайды. Сондай бір жаман қасиеті сіңе бастайды. Сондықтан да дінімізде де айтады, ата-анасы мысалы үйге келген уақытта да ата-анасы өзі мысалы арақ ішіп, темекісін тартып келетін болса, бала бұны көріп өседі. Ертең өскенде мен де осылай жасауға болады екен ғой деген сияқты, мен де естігенде әкем сияқты ішем ғой деген сияқты сондай бір ой қалыптасуы мүмкін. Сондықтан да және де мысалы кейбір ата-аналар болады, балаларын мысалы аузына шылым салып қойып фотоға түсіреді, мақтанып, немесе мінекей балам жақсы боқтайтып, баласын жаңағыдай бір неше түрлі балағат сөздермен мақтанып жатады. Бұл да балаға дұрыс тәрбие болып саналмайды. Баланы және де алдамау. Мысалы, бір аманат, бір нәрсе уәде беретін болсаң, уәдені орындау қажет. Баланы және де өтірік айтып шақырмау қажет. Мәдина қаласына хижрет жасаған уақытта Ләйла деген анамыз радиаллаху кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үйінде отырған уақытында далада ойнап жүрген баласын шақырады. Ей балам, бері кел, саған бір нәрсе берем дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, сен не бермексің деп дереу сұрайды. Сол кезде әлгі Ләйла анамыз айтады, мен балама құрма берейін деп еді дейді. Сол кезде сүйікті ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, егер де сен баланы шақырып алып,
еш нәрсе бермегенде дейді, сенің амал дәптеріне өтірік айтты деп жазылар еді дейді. Сол сияқты кейбір кезде болады, келе қойшы, мен саған кәмпит берем, сен егерде тыныш жүрсең, мен саған ананы берем, мынаны берем деп алдау, бұл да дінімізде дұрыс болып саналмайды. Балаға егерде сөз беретін болсаңыз, алып берем деп айтатын болсаңыз, алып беруіңіз керек, бір нәрсе берем шақыратын болсаңыз, бір нәрсе беруіңіз қажет болып саналады. Және де пайғамбар сәлем балалардың исін жәннаттың исіне теңеген. Пайғамбар сәлем балаларын, немерелерін қатты жақсы көрген. Мысалы пайғамбар сәлем бөлмесін ешкімде кірмесін деген уақытта немерелер кірген кезде қарсылық білдірмейтін. Немерелерін тіпті мойны арқасына отырғызып мешітке баратын. Пайғамбар сәлем намаз оқып жатқан кезде немерелері мойнына мініп алып, сәжде жатқан кезде мойнына шығып алатын, үстіне шығып алатын. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тосатын. Олар ойнап өздері түскен тосатын. Пайғамбар сәлем тек қана өз балаларын ғана емес, сахабалардың балаларын да жақсы көретін. Бір сахаба айтады, мен 5 жас кезімде дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен су бүркіп ойнаған жеткізеді. Және де тағы бір сахаба айтады, мен бала кезімде бір жағына Хусейн немересін отырғызып, бір жағына мені отырғызып, бізге әрқашан дұға жасайтын дейді. Пайғамбар сәлем өз немерелерін отырғызып алып, иығына отырғызып алып, былай айтқан кезде ат болып ойнайтын. Бірде Омар ибн Хаттаб кетіп бара жататын болса, радиаллаху кетіп бара жатқан кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам немерелерін үстіне отырғызып алып, ат болып ойнап жүрген көреді. Сол кезде Омар ибн Хаттаб айтады, ей балақайлар, сәйгүліктер неткен тамаша дейді. Сол кезде пайғамбар сәлем жымиып оған айтады, олар атқа мінерлер де осал емес дейді. Яғни кезінде мысалы пайғамбар сәлем уақытында бір адам пайғамбар сәлем жанына отырған кезде әлгі адам ұлы келеді. Әлгі адам ұлын иіскеп, бетіне сүйіп, жанына отырғызады, алдына отырғызады. Кейін қызы келеді. Қызы келген уақытта тек қана шақырады, жанына отырғызады, бетіне сүймейді, иіскемейді. Сол кезде пайғамбар сәлем оған қатаң ескертеді. Екеуін бірдей көрмейсің бе дейді. Сол кезде пайғамбар сәлем 3 рет қайталап айтады, ұл қыздардың араларында әділдік жасаңдар, ұл қыздардың араларында әділдік жасаңдар, ұл қыздардың араларында әділдік жасаңдар деп ескертеді. Яғни ұл болсын, қыз болсын, тең көруіміз керек. Мысалы, егерде бір адамдар болады, қыз дүние келетін болса қуанбай, Аллаға шүкіршілік айтпай, немесе бір неше түрлі болып жатады, кейбір жерде естіп жатамыз, өкінішке орай. Әйелім қыз бала дүниеге келді деп айырылысып жатқанда да бар, өкінішке орай. Мысалы, пайғамбар сәлем айтады, бала деген нәрсе бұл Алланың берген сыйы дейді. Кейбір адамдарға Алла тағала сондай сынақ береді, тіпті ұрпақ нәсіп етпейді. Сіз Аллаға шүкір етуіңіз керек. Ұл болсын, қыз болсын, бұл сізге Алланың берген сыйы, әр аманаты болып саналады. Сіздің балаңыздың алды міндетіңіз балаңызды дұрыс тәрбиелеу. Және де айта кететін мәселе, пайғамбар сәлем баланың физикалық жетілуіне де қатты көңіл бөлетін. Яғни тамақ ішердің алдында қолын жууға, тамақтан кейін қолды жууға, тамақты бисмиллямен бастауға, тамақтан соң ауыз шаюға, және де тамақты өз алдынан жеуге, одан бөлек садақ атуға, күресуге, жүгіруге, суға жүзуге көбінесе шақырған пайғамбар сәлем. Және де көпшілігі жаңағыдай баланы бағып қағу дегенде көп түсінбей жатады. Бағу деген жалпы баланың материалдық киім-кешегі болсын, тамағы болсын, ал қағу деген нәрсе адам баласын отансүйгіштікке, адамгершілікке, үлкенге құрмет, кішіге қамқор болуға шақырады. Өкінішке орай бізде көбі мысалы бағу болатын болса, қағу жағы қалып барады, өкінішке орай. Сондықтан да Алла тағала мінекей нәсіп еткен балаларыңызды дұрыс, хайырлы, салиқалы етіп, жақсы етуге нәсіп етсін иншалла. Алла тағала әрбіріміздің шаңырақтарымызда хайырлы, салиқалы, қари ғалым болатын ұрпақтар нәсіп етсін. Әмин.